Сатурн жерден едәуір үлкен қашықтықта орналасқан, сондықтан ол жерге жақын ғарыш денелері сияқты жіті зерттелмеген. Соған қарамастан ол туралы таңғажайып ақпараттар жеткілікті. Бұл астрофизиктерді ғарыштағы физикалық құбылыстарды түсіндіру үшін жаңа тұжырымдамалар іздеуге мәжбүр етті. Осы шығарылымда 6-шы планета Сатурн туралы қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Сатурн күннен қашық, яғни одан 1,4 миллиард километр қашықтықта орналасқан ғаламшар. Бірақ ол жерден ешқандай күрделі технологияны қолданбай-ақ көрінетін 5 ғаламшардың бірі. Сутегі планетаның негізгі элементі. Газ гигантының атмосферасының 96% сутектен және 3% гелийден тұрады. Қалған бөлігін метан, этан және аммиак қоспалары құрайды. Ал Сатурн сақиналарының 99% мұздықтан тұрады. Олардың көлемі микрометрден басталып, ондаған метрге дейін жетеді. Сатурнның өзінің жылу көзі бар. Сатурн ғарышқа сырттан алатын энергиядан 2 есе көп энергия береді. Бұл өз жылу көзінің барын көрсетеді. Сатурн күн жүйесіндегі ең үлкен сақиналарға ие. Бұл экваторлық жазықтықта айналатын концентрлі түзілістердің жиынтығы. Ұқсас құбылыс күн жүйесінің барлық газ гиганттарына тән. Бірақ Сатурн сақиналары өзгелеріне қарағанда анығырақ байқалады. Сатурнның орбиталары нақтыланған 62 серігі бар, ал жалпы табылған серіктердің саны 150-ге жақындады. Жыл мезгілдері өзгерген сайын планетаның түсі де өзгереді. Газ алыбы экваторлық жазықтықтың орбитаға еңкеюіне байланысты жыл мезгілдері ауысады. Қыс мезгілі кезінде жарты шар көкшіл реңкке боялады. Астрофизиктердің айтуынша бұл күн ультракүлгін және атмосфералық метанның өзара әрекеттесуінің салдары. Температураның маусымдық ауытқуы жоқ. Жоғары деңгейдегі температура -178 Цельсий градусы. Сатурн күн жүйесіндегі ең төменгі тығыздыққа ие. Оның тығыздығы орта есеппен 0,168 грамм сантиметр куб, яғни судың тығыздығынан 3 есе аз. Сатурн сонымен қатар ең желді планета. Мұнда үнемі қатты жел соғады. Оның жылдамдығы кейде 1800 км/сағатына дейін жетеді. Әсерінен ғаламшардың өзі шулы. Дыбыстар үздіксіз соққан жел мен құйынның әсерінен болады. Үлкен ақ дауыл 29,5 жылда бір рет болатын тұрақты атмосфералық құбылыс. Жердегі бақылаушы үшін бұл ұзындығы бірнеше мың шақырымға жететін үлкен ақ нүкте ретінде көрінеді. Ғаламшарды зерттеу үшін 4 миссия жүзеге асты. Сатурнды зерттеу тарихында атмосфераны суретке түсіру және талдау мақсатында 1979 жылдан бері ғарыш аппараттарына 4 рет барған. Аптаның сенбі күні Сатурнның атымен аталған.